Сәлем қыздар, бүгін сіздермен Pinduoduo сайтында Каспий Голдпен оплатаны қалай жасаймыз, я? Ол үшін бұл Pinduoduo сайтын App Store немесе Play Market'тен обновить етіп аласыздар. Одан кейін бізге міне личный кабинетке өтеміз. Сол кезде мында бізде міне осы иероглиф қажет болады. Осы иероглифтің үстін басқан кезде қыздар сіздерде мынандай бет шығады. Сол кезде сіздер картаңызды мына фотоның белгісі тұр ғой, соған кіріп сканер жасайсыздар и осы жерді толтырасыздар. Мына жазылғандар толтырып қызыл иероглифті басасыздар. Сол кезде сіздерде платежный пароль создавать ету керек. Оны ұмытпайтындай болуларыңыз керек, қыздар, хорошо? Оны жазып қоясыздар. Осын создавать еткеннен кейін болды, бізде Каспий Голд енгізіледі. Енді қыздар сіздерге қазір бір товарды алып қарайық, оплата жасап көрейік. Так, қыздар, мен қазір мына жерде избірнеға кіремін. Осы жерден бір товарды оплата жасап көрсетем сіздерге. Мінекей осының ішіне кірдім. Осы жерден мен бір купальникті таңдай салайын. Осы жерде бір мысалы мынаны таңдай салайын, мынаның үстінен галочка қойып, осыны таңдай саламын. Негізінде қыздар Каспий Голдты енгізген кезде сіздерде Каспий Голдқа неге кіресіздер? Каспий кейске кіріп, мой банк деген жерге барып, и сол жерде оплата в интернеті дегенге кіріп, лимитті ашып қоясыздар, қыздар, ол міндетті. Енді мен мына жерде өзіме керек адресті таңдаймын. Осы адресті таңдап аламын да, қазір мына астына тұрған сіздерде Каспий Голдты енгізгеннен кейін сіздерде мына жерде міне WeChat Pay, одан кейін мына қызыл жүрек тұр ғой, осы кнопка пайда болу керек, қыздар, сіздерде. Осы кнопка болу керек, жарай ма? Осы кнопка болған кезде сіздер уже оплата жасай аласыздар. Мен осыны таңдаймын, міне галочка тұр, осы жерде дәл осыған қойып қойғанмын. Жаңа айттым сіздерге, лимитті ашып қойларыңыз керек. Мен лимитті ашуды ұмытып кетіппін осы видеоны түсіріп жатқан кезде. Сондықтан да менен оплата алынбады да. Негізінде Каспий Голдтан бірден шешіледі ақшаларыңыз, қыздар. Міне, осылай сұрап тұр, 25-64, менің картам міне 0,77 деп тұр. Я деп келсіп, жаңағыдай қызыл иероглифті басасыздар сразу, міне. Сол кезде сіздерден картаның артында тұрған соңғы 3 цифрасын сұрайды. Соны енгізесіздер. И одан кейін болды, мына қызыл иероглифті басқан кезде сразу сіздерден оплата алынады. Бірақ өкінішке орай менде алынған жоқ, және лимит ашық болған жоқ.